Армысыздар, қадірлі телекөрермендер. Бүгінгі бағдарламамыздың айдары әкімшілік құқық бұзушылық туралы істердің медиациямен қаралуы. Тақырыпқа өтпестен бұрын аталған айдар бойынша түсірілген бейнесюжетке көңіл аударсақ. Медиация – келісімге апарар жол. Осындай атаумен достық үйінде дөңгелек үстел өткізілді. Жиынның мақсаты медиация туралы заңнамаға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын талқылау. Шараға облыстық сот мамандары, этномәдени бірлестік өкілдері, аналар кеңесі мен кәсіби модераторлар қатысты. Отырыста қылмыстық істердегі медиация, азаматтық дауларды баламалы негіздерде шешу сынды тақырыптар қозғалды. Сот реформаларының ішіндегі ең нәтижелерінің бірі бұл мамандандырылған соттардың құрылуы болып табылады. Сонау тәуелсіздік алып енді тәй-тәй басып келе жатырған мемлекетімізде мамандандырылған ауданаралық әкімшілік соттардың, экономикалық соттардың құрылуы туралы әңгіме бізге шындыққа сай келмейтін сияқты. Алайда уақыт өте келе аталған соттар өздерінің халыққа қажет екенін көрсете білді. Бүгінгі бағдарламамыздың қонақтары сол мамандандырылған әкімшілік соттардың бірі Ақтау қаласының мамандандырылған әкімшілік сотының төрағасы міндетін атқарушы Бозшағылып Қаржау Қазтұрғанұлы және де аталған соттың судьясы Аташева Аида Орынханқызы. Қош келдіңіздер, құрметті қонақтар, телестудиямызға. Енді біз әрине бағдарламамыздың атауы татуласу болғандықтан ең алдыңғы сұрағымыз осы біздің әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексімізде әкімшілік істердің татуласуы қарастырылған ба? Медиация қолдана аламыз ба осы істер бойынша? Енді бүгінгі тақырып осы татуласу, оның үшін медиациялық тәртіпте сот жүйесіндегі істерді тоқтату тақырып болғаннан кейін мен осыны кішкене тарих беттерімен жалғастырып айтып түсіндіріп кеткім келеді. Тарих беттеріне үңілетін болсақ, бұрында қазақ елінде сот институттары болмай тұрған кезде біздің еліміздегі адамдар арасындағы одан керек кезінде халықаралық мемлекетаралық дауларды, қылмыстарды қазақ еліндегі билер, айта кететін болсақ, Төле би, Қазыбек би, Айтеке би сияқты, осы егер Маңғыстау өңіріндегі Матчан би сияқты сондай билер шешуді жүзеге асырып отырған. Сол кезде билердің басты мақсаттарының бірі азаматтардың халықаралық дауларды арасын бітістіру арқылы бірінші кезекте бітістірумен шешу қарастырылған. Себебі соның нәтижесінде ол билер біздің адамдардың, сонысы жанұя мүшелерінің, жанұяның арасындағы халықаралық деңгейдегі жаңағы татуластыруды, ынтымақтастықты сақтауға септігін тигізіп отырған. Енді қазіргі таңда аталған сот бұрынғы аталарының жүргізіп кеткен жұмыстарын енді ресми түрде Қазақстан Республикасының конституциялық аталған конституцияның 7-ші бөлім бойынша қазіргі кезде соттар мен сот төрелігіне жүктелген. Енді яғни айтатын болсақ, бұрынғы билердің ізін жалғастырушы қазіргі судьялар деп айтатын болсақ, кез келген судьяның қылмыстық, азамат немесе әкімшілік істер қарау барысында тараптарды татуластыру жөнінде бірінші тәртіпте жұмысты жүргізеді, бірінші кезекте. Осы мақсатта 28 қаңтар 2011 жылы елбасы Қазақстан Республикасының медиация туралы заңына қол қойды. Қазіргі таңда ол заң аясы кеңейіп, көптеген жемістерін беріп жатыр, нәтижесін көрсетіп жатыр елімізде. Сонымен қатар Қазақстан Республикасы жоғарғы сотының төрағасы Жақып Қажыманұлы Асан сот жүйесінде жетілдірудің басты мақсаттары ретінде сотты жетілдірудің 7 түйін жобасын ұсынды. Осы 7 түйін ішіндегі бір мәселе осы сотта және сотқа дейін татуласу жобасы іске асырылып жатыр. Енді осы айтылып кеткен заңмен 7 жобаның қолдану аясын мақсаттарын тоқталып кетсек, онда бұларды біріншіден жаңағы дауласушылардың бір-біріне өздерінің таңдаған жаңағы дауды шешу барысындағы
ойлаған нелеріне көз жеткізу, мәселелерін көз жеткізу, нығайту. Сонымен қатар жаңа адамдардың, азаматтардың арасында даугершілік мәселелерді азайту, төмендету, және соңғысы соттардың жүктемесін азайту болып табылады. Енді нақты әкімшілік істер бойынша тоқталып өтсеңіз. Енді әкімшілік істер бойынша жаңа жоғарыда айтып өткендей қылмыстық, азаматтық істер бойынша сияқты әкімшілік істер қарау барысында судьялар жаңағы бұзушы мен жәбірленуші арасында татуласу келісіміне байланысты істерді тоқтату қаулыларын қабылданады. Бұнда әкімшілік бұзушылық туралы кодексінің 64-ші бабында жаңағы 9 бап бойынша, барлығы емес, кодексте өте көп бап, соның ішінде 9 ғана бойынша тараптардың татуласу бойынша тоқтату қаулысын шығарады. А қалған баптар бойынша тоқтатылмайды, татуласуға жатпайды. Енді мына статистикалық мәліметке жүгінетін болсақ, Ақтау қалалық мамандандырылған әкімшілік сотында 2018 жыл 12 айында 548 іс тоқтатылған, татуласу variant, соның ішінде 275 медиациялық тәртіпте тоқтатылған істер. Ал осы ағымдағы жылдың өткен мерзімінде 47 әкімшілік татуласуына байланысты тараптардың тоқтатылған болса, соның 21-і медиациялық тәртіпте тоқтатылған. Тарқатып айтып кетсек, көрермендерге түсінікті болу үшін, бұл 9 бап нақты айта аласыз ба, қандай баптар екенін? Себебі кейбір адамдар, мысалы, таныстарымыз өзімізге сұрақ қойып жатады. Мен біреудің автокөлігімен соғысып қалып едім, бірақ екеуміздің бір-бірімізге ешқандай қоятын талап тілегіміз жоқ. Алайда бізді сотқа жіберіп жатыр. Біз сол жерден тараса аламыз ба, бітімге келіп деген сұрақ қойып жатады. Ал нақты осы мысал бойынша бітімге келе ала ма? Іс қысқартылуға жата ма әкімшілік іс? Енді жаңағы айтып кеттім 64 бап бойынша бұл мемлекетке немесе жаңағы табиғатқа залал келтірсе, жеке адамдарға залал келтірсе, ондай істер татуласу тәртібінде қысқартылуға жатпайды, тоқтатылуға жатпайды. Себебі бұл жерде жаңағы шығын келтірілгендіктен, оны шығынның мөлшерін әкімшілік іс қарау барысында анықтау мүмкін болмайды. Себебі бізде әкімшілік қарау мерзімдері өте қысқартылған түрде көрсетілген. Сондықтан арасында сол осы іске қатысты ары қарап жаңағы шығын дауы болғандықтан оны бітімгершілікте қысқартып тоқтату мүмкіндік жоқ. Ал тоқтатылатын істер жаңа көбіне оны отбасы аралық, сосын адамдардың өзінің жеке денесіне жарақат салу сияқты істер бойынша, ұрып соғыс солар бойынша ғана, тек бір-біріне қатысты ғана болса, сонда солар тоқтатады. Жаңағы мен айтқан мысал бойынша іс қысқартуға жатпайды сонда, да? Жатпайды ол мәселе бойынша. Жарайды, рахмет. Келесі сұрақты Айдын Ханқызы, сізге қойғым келіп отыр. Жалпы жаңағы Қазтұрғанұлы айтып кеткенде, біздің сотта жаңашылдықтар өте көп. Соның бірі смарт сот, сүңгі сот деп айтып жатамыз. Сіздің Ақтау қалалық әкімшілік сотында сол жобалардың қайсысы қолға алынып, жұмыс жасап жатыр? 2018 жылдың 2-ші жартыжылдығынан бастап жоғарғы соттың бастамасымен әкімшілік сотта пилоттық жоба жүргізіліп жатыр. Түнгі сот, бұл түнгі соттың халыққа түсінікті болу үшін айтатыным, бұл қашан қаралады, қандай істері қаралады деген сұрақтарға жауап беретін болсақ, бұл істер біріншіден тек қана жол көлік оқиғасына байланысты істер қаралады, және бұл 6-дан кейін қаралады, кешкі сағат 6-дан кейін. Бұл тиімділігі не деп сұрақ қойған кезде жауап береміз. Біріншіден уақыт үнемдейміз. Және барлық жол көлік оқиғасына байланысты істер түнгі сот пилоттық жоба аясында қаралмайды. Тек қана жаңағы жол көлік оқиғасы болғанына байланысты дау тумаса біріншіден, және адам келіссе, осы түнгі сотта менің ісім қаралсын, өйткені бұл дегеніміз жол көлік оқиғасы болған кезде барлық азаматтардың қалтасы көтермейді жаңағы келтірілген шығынды өтеуге. Олар сақтандыру компаниясына жүгінеді. Сақтандыру компаниясына жүгіну үшін соттың қаулысы қажет. Ол қаулы қаралу үшін іс сотта қаралу керек. Жол көлік оқиғасы болғаннан кейін, егер азаматтар келісіп жатса, онда түнгі сот пилоттық жоба аясында іс қаралады. Қаулы заңды күшіне енген соң сақтандыру компаниясына апарады. Бұл арада бір 15 күнде өтеді. Яғни азаматтар біріншіден уақыт үнемдейді, жаңағы зардап шегуші өзінің келтірілген материалдық залалды алуға уақытты тездетеді. Сонымен
тек қана ұтымды жақтары түнгі соттың жобасында қаралатын істердің сол. Сонда сіздің айтуыңыз бойынша түнгі сот, ол нақты айтайықшы, міне түнгі сот жобасына сіздің сот қатысып жатыр қазір. Қатысып жатыр. Түнгі сот сағат нешеде алып келе алады сіздерге уәкілетті орган? Кешкі 6 сағаттан басталады. Бұл жаңағы айтып кеткендей азаматтардың да мына көп азаматтар жұмыс жасайды ғой. Сол жұмыстан сұрануға да біреуге рұқсат береді, біреуге рұқсат бермейді. 6-тан кейін келіп, сіздің сотта іс қарауға болады. Екінші мәселе, бұл жердегі түнгі сот, бұл жерде тараптар бір-бірімен келісу керек, құқық бұзушы құқық бұзуын мойындау керек. Әрине. Енді осы жерде туындайтын сұрақ, түнгі сот бойынша келетін сол күні қаралады, заң бойынша қаулы заңды күшіне ену керек, оған 10 тәулік уақыт керек, 10 тәулік уақыттен кейін заңды күшіне енген қаулыны алып, ары қарата сақтандырушы компанияларына апарып уақыт үнемдейді. Осы жерде смарт сот туралы айтып кете аласыздар ма? Сіздерде ол жоба бар ма? Сіздерде смарт сотпен іс қарала ма? Өкінішке орай әлі қаралып атқан жоқ смарт сотпен, өйткені техникалық жағдайға байланысты болашақта қаралады деген үміттеміз. Бірақ ол да өте тиімді ғой халыққа. Мысалы, келе алмайтын адам сіздерге бейне байланыс арқылы шығып, мына ұялы телефондарда скайп арқылы шығып, сіздермен байланысқа шығып, ол іс қаралуға жатады ғой. Қаралуға жатады. Бұл болашақта қараймыз деген үміттеміз. Енді көпшіліктің, Айдарун ханымға осы жерде ілестірме сұрақты қоя кетейін, көпшілік көрермендердің көкейіндегі сұрақтардың бірі шығар деп ойлаймын. Ол мына жол көлік оқиғасына байланысты құқық бұзушылықтар ол қоғамда көп орын алады. Кейбір адамдар сотта істі қарап атқан кезде мен мына хаттамамен келіспеймін деп істі негізден қарау барысында айтып жатады. Осы жерде түсіндіріп, халыққа түсіндірме ретінде айтып өтсек, сол хаттамалар уәкілетті органдармен толтырылған шағым келтіруге жата ма? Әрине қарастырылған кодексте шағым келтіру бұл азаматтар өзінің құқықтары мен бостандықтары бұзылған күннен бастап 2 ай ішінде шағым келтіруге құқығы бар. Бірақ азаматтарға түсіндіріп айтатын жай бұл тек қана хаттама жасалуына байланысты шағым келтіре алады. Оның құқық бұзғаны, бұзбағаны жөнінде істі мәнімен қараған кезде қаралады. Егер құзыреті жоқ лауазымды азаматтар хаттама жасақтап атса, және хаттама жасау тәртібі бұзылса, өзде шағым келтіре алады. Неше тәуліктің ішінде? 2 ай ішінде келтіре алады, бірақ 10 күн ішінде қаралады сотта. Ол сіздің сотпен қаралады. Сонда егер азаматтар өзіне қатысты хаттамамен толтырылып жатқан оның процессуалдық жағынан жасалу ретіне риза болмаған кезде шағым келтіріп, оны хаттаманың көшірмесін алған күннен бастап 2 айдың ішінде шағымдануға құқығы бар. Түсінікті, рахмет. Келесі сұрақ, Қаржоқас Тұрғанұлы, өзіңізге арнағым келіп отыр. Жалпы қоғам болғаннан кейін әрдайым әртүрлі құқық бұзушылықтар бар. Құқық бұзушы өзінің жаңағы тарихында дейді ғой, өзінің адам өмір сүру, кез келген адам өзі жұмысқа тұрар кезде органдар кейбір анықтамалар сұратады. Сіз құқық бұзушылық тартылдыңыз ба, жоқ па деген сұрақтар туындап жатады. Осы әкімшілік құқық бұзушылық жауапкершілікке тарту адамның тағдырында қандай да бір әсері бола ма, құқықтық салдары бар ма? Жұмысқа тұру кезде, шетелге шығу кезінде, сол туралы айтып өтсеңіз. Жаңа алдында айтылып өткендей, құқық бұзушы әрбір азамат егер кінәсі дәлелденетін болса, соттың шешімімен немесе басқа да өкілетті органдардың қаулыларымен, соттың қаулысымен жауапкершілікке тартылады әртүрлі. Бұл кісі жауапкершілікке тартылғаннан кейін Қазақстан Республикасы бас прокуратурасының жанында құқықтық статистика және арнайы есеп комитетінің орталықтандырылған республика бойынша базасы бар. Сол базаға жаңағы құқық бұзушылыққа тартылған адам жауапқа тартылған сол есепке алынып, қандай баппен тартылғандығы, сосын қай уақытта тартылғандығы, оның толық жылы, айы, күні барлығы көрсетіледі. Кейін осы тартылған жаңағы өзіңіз айтып өткендей қызметке тұратын кезде, оның ішінде әсіресе мемлекет қызметке және квази мемлекет қызмет дейді. Сосын күзет қызметтеріне кіретін кезде міндетті түрде сол комитеттен сол адам жөнінде мәлімет алдырылады, бұрын жауапкершілікке
тартылған. Ол тек қана әкімшілік емес, қылмыстық немесе әкімшілік екеуінде сұратады. Сол кезде сол жауап тартылған адам жауап тартылғандығы жөнінде мәліметтерге сәйкес сол жаңағы құқық бұзушы адам жұмысқа тұратын кезде кедергі келтіруі мүмкін. Оның үшін айтатын кезіміз, мысалы сыбайлас жемқорлыққа байланысты тартылған болса, сосын жаңағы қасақана жасаған. Себебі мына бұзушы қасақана абайсызда жасалады ғой, сол қасақана жаңағы мысалы рөлге массовый күйінде отыру сияқты жаңағы ұсақ бұзақылық ол қасақана түрде жасалады, міндетті түрде. Солар жұмысқа алуға кедергі келтіреді. Түсінікті, рахмет. Тағы бір сұрағым, Айдорын Ханқызы. Жалпы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстегі санкциясында көрсетілген айыппұлдар жылдан өсуде. Ол айлық есептік көрсеткіштің өсуіне де байланысты шығар. Сол санкцияда көрсетілген айыппұлды азайту мүмкіншілігі бар ма судьяларда? Сотта қаралатын істердің барлығында айыппұлды мөлшерін азайтуға соттың құқығы бар. Ол айлық есептік көрсеткіш мөлшерде жаңа айыппұл қарастырылғандықтан, осы сол мөлшерін 30%-ын қысқартуға құқылы. Ол тек қана сотта. Ал уәкілетті органдарда қаралатын істер бойынша тоқталып өтейін. Бұл қысқартылған тәртіппен істер қарастырылған. Яғни, мысалға келтіріп өтейін, көлік құралы басқарған адам жүргізуші, мысалы үшін қауіпсіздік белдігін тақпаса, ол айыппұл қарастырылған. Егер адам келісіп атса, және айыппұлдың 50%-ын төлеп атса, онда қысқартылған іс тәртібімен қаралады. Бұл жерде тек қана жаза, айыппұл қарастырылу керек, бірақ жаза болу керек. Уәкілетті органдар сондай қысқартылған тәртіппен қаралады. Сотта тек қана 30%-ға қысқартылу мүмкін. Ол кінәсін мойындап атса, жеңілдететін мән-жайлар бар болса, сол кезде сот қысқартады. Рахмет. Құрметті телекөрермен, бағдарлама соңында тобықтай түйін айтар болсақ, әркім өзінің құқығын білсе, келеңсіз жағдаяттардан әрқашанда ада болады. Сондықтан қоғамымызда болып жатқан жаңашылдықтардан қорықпайық. Міне, бүгінгі бағдарламамызда айтылған түнгі сот жобасына қатысып, өз құқықтарымызды әрқашанда біліп, өзімізді қорғай білейік. Келесі көріскенше күн жақсы болғай.